Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен кабачкеден тамақ жасаймыз. Ол үшін кабачкетті жақсылап жуып аламыз. Одан кейін оны осылайынша теркадан өткіземіз. Кабачкемізді осылайынша теркадан өткізіп алдық. Енді 2 тал картошканы да теркадан өткіземіз. 2 тал картошка, соны теркадан өткізіп жатырмыз. 2 тал картошкамызды міне осылайынша теркадан өткізіп алдық. Енді теркадан өткізген кабачкемізді осылай алып, сығап суын шығарамыз. Құрғатып аламыз. Не осылайынша суын сығып, құрғатып алып жатырмыз. Картошканы да осылайынша суын сығып аламыз. Қатты сығамыз, сол кезде су шығады. Оны кабачкенің үстіне қоямыз. Біраз су шығады. Енді үстіне 6 қасық ұн қосамыз. Ұн қосып қойдық, 6 қасық. Енді үстіне қара бұрыш, паприка және тұз азырақ, және де 3 жұмыртқа қосып, бәрін араластырамыз. Жарты ас сасықтай тұз саламыз. Енді оның үстіне көз шамасымен паприка қосамыз. Қара бұрыш себеміз. Бәрін осылайынша жақсылап араластырып аламыз. Паприка, қара бұрыш, тұз бәрін. Тегіс араласу керек. Ең соңында жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны да жақсылап осылай араластырамыз. Бәрі бір тегіс араласу керек. Духовкаға саламыз, сондықтан пергамент қағаз салдық. Енді оның үстіне жасаған немізді қоямыз. Осылайынша әдемі етіп, жұқарақ етіп, жақсы піседі. Сонда қасықпен осылай қойып шығамыз. Араларын кішкене ашып қою керек, өйткені піскен кезде жайылып ол бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай бәрін тізіп алдық. Енді духовкаға саламыз. Енді укропымызды дайындап аламыз. Оған ішіндегі құрт анау-мынау кету үшін тұз салып, суға салып қоямыз укропты. Төкпесін. Укропымызды осылайынша ұсақтап турап аламыз. Қаймағымыз. Қаймақ керек.
Қаймақтың үстіне укроп саламыз. Енді оны араластырамыз. Осылайынша жақсылап араластыру керек. Енді оның үстіне 2 тал чеснокты қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Міне біздің соус дайын болды. Соус дайын болды. Енді қалаған адам осылайынша соусты үстіне жағып жесе болады. Немесе қалағаныңызша кетчуп болса, кетчуп жақсы көретін кісілер кетчупты жағып жесе болады. Міне бұл біздің диеталық тамағымыз болып есептеледі. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.